достар, Назым Наре каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің киномдағы мультфильмді көретін боламын және. Мультфильм емес. Естіш Назым камера. Жоқ. Тұрместе ала. Ұстамайсың. Әмірмесің. Аяжан келді. Яқта кімдер келді? Яқта. Өзі 5:40-та басталады деді ғой. Яқта мадам келді. Яқта. Апата. Привет, деп қой. Это YouTube канал. Достар, мына жерде Айшаға қоштым сіздерге. Айше, аяқта апата күлбеді. Аяқта ашқан астындай барлық қатысушылар қасты. Аяқта арай көрсететін. Аяқта қабейін. Достар, қазір мен лимузинге мінем дейді. Лимузиннен түскенін құтыға түсіретін оламын. Көрсетем өзім. Каналына. Көралысында өзім. Аяжан каналы. Я. Мен лимузинде отырғанды көрсетім боламын. Киноға жиналып жатырмыз. Қазір біздің премьерамыз басталады. Премьерама деп жатыр. Онда Назымда дайындалып жатыр. Назым достар келіп жатыр. Қазір красный дорожкамен жүретін болады. Білесің ғой, өзіміздің Назым сондай сыртынан момын болып көрінгенмен, анау-мынауды деген бір өзіне тиісті деп. Несін дұрыс па? Не сияқты мінезі шайпап жібереді. Керісінше, мына менің Нұрәлиім бар ғой, өзіме тартқан момын ғой. Сондай. Мә, түсінбі ақымақ. Мені ақым ана шықты. Жоғын, сол, сен маған тортқансың ғой, жан. Алихан, сенің ана мектептегі жобаң не болып жатыр? Бүгін ауамен ашқан менің ойлап тапқан жобамды өзі қорғайын деп тұр ғой. Мәссаған, барып тарта алмайсың ба? Енді ішінде ауаның еңбегі көп тұрған шығар. Так, қараңдар балалар, мен сендерге не айтам? Сендер жандарыңдағы балалардан бір қадам алда болу керексің деп айттым ба? Айттым. Ертең бар да ғылыми жобамды тартып ал. Түсіндің ғой? Мам, бүгін мектептен Нұрәлі тиісті. Сосын мен оның бұт үшін шығарып тастадым. Жарайды. Молодецсің. Енді былай тұр, кино қарайық. Жақында жаңасын келе жатыр. Үлкен мереке. Сонда әп сөйлейтін боламыз. Біздің жаңа жыл Наурызда емес пе? Білгістіңіз, жаңа жыл халықаралық мереке. Жоқ, егер тойлағың келмесе шыға берсең болады. Мен сені ұстап тұрған жоқпын. Түс отыра аласың ба? Аяғың сыймай кетті отырды. Енді жаман адам сезетін шығар. Түсір аяғың. Мәдениет торында отырып кішкене сәл өздерің жақсырақ ұстамайсыңдар ма? Айтайын дегенім, қазір концерт болады бұйырса, алдағы уақытта. Оны ұйымдастыратын сіздер. Сосын концерттің соңында президент сайлаймыз. Ағай, сайлау әлі басталған жоқ қой. Кім көкем айналайын? Мектептің президенті. Сен оған әлі жасың жеткен жоқ, сайлауға қатысатын. Жақсы. Егер қатысамын дейтіндер болатын болса, маған келіңдер, мен жазып қояйын сендер. Бұл бостыңдар, бар ендеш. Алып қал, жастық құтты өтең мен сен. Шабайы алма 48-ші бета. Kitap okudum abi.
бәсе мен сен кітап оқып отырма деп қорқып кетсем, неге қарап тұрсың? Ойбай, саған қарауға болмай ма? Не болды сонша кітап оқуға келдік? Телевизордан көрсем ғой. Міне телевизор, оның ішінде сен жарқырап көздерің тұрады қойды. Алихан, сен бұйырса ғалым боласың. Жоқ, сен профессор боласың. Шетелге барасың, мастер-класс өткізесің. Жарқырап жүресіңдер. Мына екеуің міне жарқырап жүресіңдер, бұйырса Аллам қаласа. Ой, болмағасын не істейміз? Мам, оның барлығы неге қазір айтып жатсыз? Қалай қазір? Мен сендерге осының бәрін кішкентай кездерінен бастап айтып беріп жатқан жоқпын ба? Мам, мен өскен соң кім боламын? Жаным, асықпашы. Сен әлі кішкентайсың ғой, жаным. Қарашы мен аға әпкеңе. Ертең осылар сияқты бол. Сосын екеуміз пландаймыз. Сен асықпа, жаным, жарай ма? Жоқ, бұнан бері айтып жатырсыз ғой. Бірақ бүгін ерекше айтып жатырсыз да. Болды, мам, мен байқаудан өңеріппін. Жарайды. Кедергі келтірмеймін. Шаңдарым, ақылдыларым сол. Сабақ дұрыстап оқыңдар, иә? Естеріңде болсын. Егер сендер мектептегі мына сабақтарын жақсы оқып, ана Алияның балаларынан озып кететін болсаңдар, біз не істейміз? Мен сендерді Дубайға алып барам. Сендер ғой, иә? Бірақ ең бастысы естеріңде болсын. Ана Алияның балаларынан озып кететін болыңдар. Түсініңдер ме? Естеріңде болсын. Алияның балаларынан артта қалып қоймаңдар. Алияның балаларынан озу керекпіз, балалар. Алып шықтың ба? Жоқ, жолдан алатын шығармыз. Иә, қазір үйден алып шықты, жол бойында асып кетер еді ғой. Мен Америка баруды ұзақ күттім. Тек ол жаққа барған кезде әкемді таба алмай қаламайды қорқып жатырмын. Қорықпа, мен Американың барлық штаттарын қарап шықтым. Саған табуға көмектесемін. Нені көрсетеміз енді? Айтпайсыз, қалдық қой. Мен қайда білеймін? Күнім бүгін. Болғансы келе салдың ғой. Саған сеніп жүрген мен ақымақ. Америкаға жетемеше ісі бөлесем зарар едім. Енді кешке шығып кетсе күдікті болар еді ғой. Мамаларымызда үйде ішке кіріп тұрамыз ба? Жоқ, күн батқан уақытта екі кішкентай баланың жүрген күдікті көрінеді. Сәл күте тұрайық. Құрметті ата-аналар, біз қазір волонтерлармен іздеуге кетіп баратырмыз. Қандай да бір хабар болатын болса, сіздерге міндетті түрде хабарласамыз. Жарай ма? Сен қарап, кеттік жүр. Әзір жүрмін. Қайда жүр екен, өзі кішкентай ғой бала. Екеуің бері қараңдар. Сол қызға қарамай екеуің не істеп жүрсіңдер, ба? Балалардың ешқандай кінәсі жоқ. Оларға ондай жауапкершілік артпай қойған дұрыс. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде сіздің ешқандай кінәңіз жоқ. Менің балаларымның да кінәсі жоқ. Бәріне кінәлі мына сен. Мына сенің балаң болмағанда менің... Райы, назым, қайдасыңдар? Айтпашы сол қыздың атын. Бәріне сол кінәлі. Қойыңызшы, мам. Не болса соны ол адам көре беруді қояйықшы. Дұрыс айтасың. Сендер кінәлісіңдер бәріне. Топырлап жүр, бір баланы қарай алмай. Сіз ба? Мам, соны өзіңіз ешқашан мақтаған емессіз. Сізге Америкаға келгенде әрдайым бөліп тастайсыз. Енді бізді кінәлағаныңыз қалай? Не? Мен? Сен сонда осының бәріне мені кінәлі деп тұрсың ба? Одан ашып қойыңызшы. Қазір тауып аламыз. Бізге ренжіп отырған ғой. Кешірім сұраймыз. Жүріңізші.
неғып тұрсыңдар мына жерде? Мен сендерге адам көп жерге барып тұрыңдар деген жоқпын ба? Ағай, дала қараңғы болып кетті. Ондай жерлерден біз қорқамыз. Иә, бағана бір кісі темекі сырады, есі дұрыс адам. Кішкентай бала болсаң, темекі ұстаймын мысалы. Енді ішке барып тұрмайсыңдар ма онда? Іште адамды жаман қарап тұрды. Келіп, мамаларың қайда деп сұрады. Біз шығып кеттік. Қалай? Бәрі бізді іздеп жатыр ма? План орындалды ма? Білмеймін, меніңше қолынан келмейтін сияқты. Қайда барасыңдар? Сіз қайдан білесіз? То есть, қашу естіп қойыңыз. Жаңа естідім. Олар бұларың болмайды, дұрыс емес. Бірақ мен әкем сонда ғой. Мен оны көргім келеді. Көргің келсе ертең өскеннен кейін осы ойын күшінде болатын болса, өскеннен кейін арасынан ал қазір ертең. Егер біз Нұралидің әкесін тапсақ, бәрі де жақсы болады. Менің молым да жарайсызбен мақтайды. Күшті емес пе? Күшті емес. Менде басқа бір ой бар. Соны жасамайыңыздар, а? Қандай? Қандай? Орындалып отыр, бәрі іздеп жатыр сендерді. Жарайды. Тауып алған соң таяқ жейміз десеңізші, мама ұсатын болды ғой. Бастысы тату болса болды ғой. Ол сендер көлікке отырыңдар. Шамалдан кетеміз. Так, балдарыңызды соңғы рет қашан көрдіңіздер? Қай жерден көрдіңіздер? Балдарыңыз қандай киім киіп кетеді? Менің баламның үстінде қара куртка, сұр шапкасы, үстінде мектеп формасы және аяғында қара ботинка болған. Ағай, қалай? Қайдан таптыңыздар? Вокзалда жүр екен. Алып бердім. Рахмет сізге. Айтшы, қызым. Сен не үшін үйден қашып кеттің? Не болды саған? Сіз үнемі Уәлихан мен Кәусарды мақтайсыз. Оларға көңіл бөлесіз. Мен сізге керек емеспін деп ойладым. Назым, олай деме. Ома барлығымызды бірдей жақсы көреді. Сендер солай ойлайсыңдар. Менің орнымда болмаған соң түсінбейсіңдер. Жарайды. Сен осының бәрін маған неге бұрын ертедік айтпадың? Сіздің қолыңыз бос емес. Сөйлесеңіз болды. Әліпкенің балаларын қалай басып озу керектігін ғана атасы ғой. Мам, біз шынымен сіздердің бәсекеге құрбаныңыз болғымыз келмейді. Біз Алла екеуміз асыр жұмыс жасаймыз. Бірақ үнемі қырып жүруіміз қажет. Мен байқамаппын. Сізге білінбейді ғой, бірақ біз кейде шынымен де шаршап кетеміз. Екеуміз бұл бәсекені тоқтатып, қайта құрбы болғандарыңызды қалаймыз. Иә, сіз екеуіңіз де бізді жалғыз тәрбиелеп жатқан батыр анасызды. Екінің бірінің қолына келмейтін істі жасайсызды. Анашым, тату-тәтті өмір сүрейікші. Келе ғой алтым. Айналып келгенде екеуміз барып кел, шауып кел, болып кеткенімізше. Енді бұларды үлкенекке салынып, жұмсай береді ғой. Давай, көрістірме жұмыстарын жасаңыз. Давай.